Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Алматы әсем қала. Тема урока Алматы красивый город. Бүгінгі сабақта өлеңді мұқият тыңдауды, өлеңдерді салыстыруды түсінесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Ғимарат, ғимарат, здание. Демалыс орны, демалыс орны. Место отдыха. Көркем, көркем. Красивый, изящный. Ақбасты. Только здесь, в этом уроке, переводится как покрытый снегом. Ақбасты. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопрос. Жап-жасыл ағашы, қып-қызыл алмасы, Ақбасты тауы бар, Алматы қаласы. Серікбай Оспанова. Енді сұрақ. Теперь вопрос. Өлең не туралы? О чем стихотворение? Подумайте. Дұрыс айтасың. Өлең Алматы қаласы туралы. Стихотворение о городе Алматы. Екінші тапсырма. Суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер. Второе задание. Посмотри на рисунки, ответь на вопросы. Бұл қай қала? Это какой город? Бұл Алматы қаласы, е? Дұрыс, это город Алматы. Сен бұл қалада болдың ба? Ты был в этом городе? Если да, мы говорим, мен Алматыда болдым. Да, я был в Алмате. Если нет, мы говорим, жоқ, мен бұл қалада болмадым. Үшінші тапсырма. Оқы, шешулерін тап, қалаларды салыстыр. Третье упражнение. Прочитай, найди отгадку и сравни города. Бірінші қала, первый город. Көркем қала, ән қала. Это красивый город. Город песня. Метросы бар қала. Это город, где есть метро. Ұқсастырып қойыпты атын оның алмаға. И название его похоже на слово алма, яблоко. Какой это город? Дұрыс. Бұл Алматы қаласы. Это город Алматы. Алматы қаласында метро бар, алма өседі. Екінші қала, второй город. Жақын мекен алысқа. Тіпті мынау Марсқа. Это место очень близко к Марсу. Бұл қалада тұрып, кетем ұшып ғарышқа. И живя в этом городе, я полечу в космос. Ғарыш — это космос. Как вы думаете, какой это город? Дұрыс. Бұл Байқоңыр қаласы. Это Байконур. Бұл қалада ғарыш айлағы бар. В этом городе есть ғарыш айлағы, космодром. Төртінші тапсырма. Суреттер бойынша сөйлемдер құрап жаз. Четвертое упражнение. По рисункам составь предложение. Нелер бар, что есть? Қандай, какой? Значит, у нас вопрос. Алматыда нелер бар, что есть в Алмате? Мы отвечаем, что в Алмате есть медеу, канатная дорога, еще что есть? База отдыха, место отдыха. Да? Значит, вместо точек мы пишем эти слова. Теперь вопрос қандай. И нарисовано яблоко. Яблоко будет на казахском алма. Алмалар қандай? Дұрыс. Алмалар қызыл, дәмді. Таулар қандай? Таулар әдемі. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.